Кайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен перизат өте дәмді болып шығатын булочка рецептісімен бөліспекшімін. Мына көріп тұрғандарыңыздай өте пушный болып шығады. Дәмі де керемет. Міне көріп тұрғандарыңыздай, міне арасының бәрі қатпар. Алдымен жылы сүтімізді құйып, суымызды құйып, шекерімізді салып, менің YouTube каналыма тіркеліп, мына қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Жұмыртқамызды жарып, араластырып, үй температурасында тұрған сары майымызды салып араластырып аламыз. Ашытқымызды салып араластырып, осылай ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп, жақсылап араластырып ұнымызды қамырымызды өте жұмсақ қылып илеуіміз қажет. Сонда жұмсақ болып шығады булочкамыз. Осылай барлығын бір келкі қылып араластырып отырдым. Қолымыздың көмегімен жақсылап қамырымызды илеп, міне көріп тұрғандарыңыздай міне жұмсақ. Осылай қамырымызды иін қандырып, жарты сағатқа немесе 15 минутқа жауып ашытып қоямыз. Мына көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз өте күшті көтерілген. Осылай барлығын қамырдың шетін бәрін жиып алдым. Ұнымымызды себе отырып, қамырымызды 4 бөлікке бөліп аламыз. Міндетті түрде сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Өте күшті болып шығады екен. Мен де бірінші рет жасадым. Бұрын жай булочка пісіретінмін, мен де осылай булочка пісіріп жүрем. Арасы қатпар болып піседі екен. Осылай 4 бөлікке, міне тұрғандарыңызды 4 бөлікке бөліп алдым. Осылай қамырымызды қалың емес, жұқа емес, орташа бөлікте қамырымызды жайып аламыз. Осылай үйде температурасында тұрғандағыдай сары майымызды алып, барлығын жағып шығамыз. Сары майымыз міндетті түрде осылай қатты ертпегендеріңіз дұрыс. Егер де қатты ертсеңіздер, жағылмай сіздерді әбіржітеді. Сол себепті осылай барлығын осылай бір келкі қылып жайып, бірінің үстіне бірін салып отырамыз қамырымызды. Міне, менде 4 қабатында осылай барлығын жайып, бір-бірін бетіне қойып алдым. Осылай барлығын кесіп аламыз. Осылай алып мен жасадым.
сармайымыз ерігеннен кейін жұмсақ болып тұрады. Сол себепті осылай асты алынып кетіп жатыр. Міне барлығын осылай тізіп аламыз. 10 минутқа үстін жауып көтертіп алдым қамырымды. Енді жұмыртқасының сарысын бетіне барлығына тегістеп жағып шығамыз. Барлығына осылай жұмыртқаның сарысын жағамыз. Осылай барлығына бір келкі қылып жұмыртқаның сарысын жағып алдық. Міне көріп тұрғандарыңыздай піскен ыстық булочкаларымыз. Мен сироп дайындап алдым. Шекерімізді, суымызды газге қойып, баяу отта қойып қайнатып алдым. Біздің үйдегі баламыз тәтті болғанды қалайды. Міне назарларыңызға рахмет. Көріп тұрғандарыңыздай өте дәмді болып шығады.